Қайырлы күн достар, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сіздермен сұлы жармасын жасайтын боламыз. Яғни овсяная каша өте дәмді болып шығады. Мен үшін дұрыс дайындалу жолы осы. Әлбетте әр ас үй егесі өзінше дайындайды. Мен осылай жасаймын. Өте дәмді болып шығады. Витаминдерге бай және де өте жеңіл таңғы ас. Міндетті түрде жасап көріңіз осы жолмен. Ең бірінші, бір кружка жарма салсақ, дәл осындай 2 кружка қайнаған су құятын боламыз. Міне біріншісі. Және де екінші кружкамызды құямыз. Толтырып қойған дұрыс. Бетін толықтай жауып қоямыз, 15 минутқа қалдырамыз. Менде 15 минут өтті. 15 минут өткеннен кейін қозғап көріңіздер. Жақсы бұғып қалады. Осы бұғып тұрған жарманың бетіне 1 кружка сүт құятын боламыз. Менде сүттің пайызы 3/2, орташа майлылықта. Құямыз. Және де бірденнен отқа қоятын боламыз. Және де осылай қайнауы тиіс. Қайнап бастаған кезде сары майымызды саламыз. Және де қалауларыңызша қантты азырақ салдым. Жарма қайнағаннан кейін міндетті түрде тоқтамай осылай қозғап тұру қажет, асты жабысып қалмас үшін. 3 минуттың көлемінде ғана қайнайды. Осы кезде сары май, қант және де кішкене ғана тұздарыңызды салып аласыздар, болды. Міне тұз. Тағы да араластырып жібереміз. Қайнағаннан кейін бірденнен астын жай отқа қойып қойыңыздар. 2,5-3 минут өткеннен кейін астын өшіріп, бетін осылай жауып, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоямыз. 5 минутымыз өтті. Міне жақсы езілген геркулестеріміз. Міне өте әдемі болып шыққан. Осылай салып, бірденнен дастарханға ұсына беруге болады. Бетіне ештеңке салмай, тек қана өзіңіз ұсынсаңыздар да болады, немесе жаңғақ, басқа да заттармен берсеңіздер болады. Мен балмен және де құлпынайды араластырып салдым. Бұл өз қалауларыңызша. Міндетті түрде маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де мен видеом ұнаса, каналымдағы видео рецепттер ұнаса, және де лайк басып қолдап отырыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.